Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Ашық алаң бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз иппотерапияға байланысты болады. Сондықтан осы салаға жауапты мамандарымызды шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Орынбасар Қолбеков Зейноллаұлы, Арман тұлпарлары ұлттық ат спорт федерациясының президенті, Көлбекова Мейрамгүл Қуанышқалиқызы, үйбикесі, Жаңаөзен қаласының тұрғыны, Кенганова Фатима Тахировна, номер 2 Жаңаөзен қалалық емханасының невролог дәрігері, Жылқышиев Абай Бақбергенұлы, Жаңаөзен қалалық спорт бөлімінің статисті, Құрманов Сағындық Базарбекұлы, иппотерапия маманы, және Шонтыбаева Назгүл Леонидқызы, иппотерапия маманы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып сіздерге айттық, иппотерапияға байланысты. Осы иппотерапияны толық түсіндіріп өтсеңіз, қалай жүргізіледі, не керек ол үшін, қашаннан бастап қолға алып жатыр? Иппотерапия деген аттың үстіне атқа мінгізіп емдеу деген мағынада береді. Бұған бұндай ойға келгеніміз өткен жылда осы иппотерапия бойынша осы жерде съемка болған. Сол кезде де айтқанбыз. Ол кезде сол 16 жылы осы иппотерапия жөнінде, 14 жылы осы ұлттық спорттың аясында жүргеннен кейін осы аттың пайдасын ата-бабадан келатқан салт дәстүр әдет ғұрпымызда сол аталарымыз бабалар айтқан ат емдейді деген сонда ойымызда бар еді. Содан 14 жылдан бері сол мүмкіндігі шектеулі азаматтармен араласып бастадым. Араласқанда енді солардың жағдайын қарап, араласып біліп. 16 жылы осы біздің Қазақстанда атқа мініп емдеу, иппотерапия деген не бар екенін естідік. Ол Өскеменде екен. Ақтай мүмкіндігі шектеулі балдарды қорғау қоры деген Ақтай Өскеменде. Директор Елена Черникова, Леонидовна Елена. Сол 16 жыл сол кісімен сөйлесіп, не керек 17 жылы болмады, 18 жылы осы март айында болу керек. Самат Әлен, Үстірғанов Темірбек, сосын Менғалиев Әділет деген 3 бала, сол үшеуін оқуға жібергенбіз. Сонда олар оқып келді. Қазір енді сол Самат пен Тимур әрекеттеніп жүр, жұмыс жасағысы келіп, жарыстарға барғызып, сондай мүмкіндігі шектеулі азаматтармен. Енді ар жақтан қолдау болғаннан кейін болатын зат. Ал негізі енді біздің ойымыз осы қаламыздағы қазір бүкіл қаланы алғанда, айналасындағы ауылдық мекендерді алғанда барлығында где-то 700-дің үстінде алдында айтқан приблизительно 800 балаға тіркелгені бар, тіркемегені бар деген. Көп енді, бұл аз емес. Соларға қалай көмектесеміз, қалай істеуге болады? Өйткені оны күні түні қасында анасы ғой біздің. Қазақтың анасы, қазақ әйелі, ол ешқашан өзінен шыққан баланы, ұрпағын тастамайды. Оны күні түні соның қасында, ол баласының жақсы болғанын кім, қай ата-ана қаламайды мысалы. Сол сияқты біздің қазір көзге көрінбейді, қасымызда жүрген қаншама қала тұрғындары бар, осы ағайын тумаларымыз бар. Сондай жағдайда бар адамдар жоқ емес. Олар көңілдері күліп, сыртқы көңілмен араласып нетіп жүргенмен ойы, уайымы үйде балада. Сондықтан біз азғантай ғана бір сауап болсын істеп сондай бір ойлар келіп, неге біз осы соны қолданбаймыз иппотерапияны деп сол Еленаға шыққанбыз. Елена әңгіме жоқ, жіберіңіз дегесін, биыл сол кісіні шақыртайын деген ойым болған. Бірақ бәрі қаражатқа тіреледі ғой, жай келмейді. Сондықтан Атыраудың жігіттері оларда жиналып, Атырауда биыл осы жылдың аяғында, ноябрь айында, қараша айында не болды, курс ашылды, сол кісілер келді. Соны естіп, сосын совместно осы өздеріміз Атыраудың жігіттерімен араласып сөйлесіп тұрғаннан кейін, өзім осы 3 баланы өзім барып, сол курсты оқып алдық. Өйткені оқыған себебім өзімді білгім келді, қалай не айтылады, не қояды. Енді бүгінгі таңда осы 3 адам оқып келді. Мейрамгүл, Назгүл, Сағындық ініміз мінекей қолдарында қазір сол берген мынандай сертификаттарын береді, оқуға бітірді деген курстарды мыншам. Осындай. Өздерінен сұрайық, нейроте деген қанша уақыт оқып келді, қандай адамдарға әсер ететін туралы сабақтар өткізілді ғой, енді әсерлерін бөліссін. Енді ассаламағалейкум барша Жаңаөзен халқы. Өткенде осы мына
желтоқсан айының ішінде сол Атырау қаласына барып, сол жаңағы Өскеменнен келген Елена дейтін кісіден азды көпті сабағымызды оқып, үйреніп, мына иппотерапия адаммен жұмыс жасау, жаңағы мүмкіндік шектеулі балалармен жұмыс жасау, қалай қарым-қатынас жасау, қалай қылғанда қандай пайдасы тиеді, соның бәрін оқып, мүмкіндігіміз жеткенше меңгеріп келдік. Енді оның барлығын біз қалай еткенде, қалай әсер ететінін бұл жерде айта алмаймыз. Өйткені қазір бұны мына көріп отқан халық үйінде жылқысы болуы мүмкін, басқасы болуы мүмкін, өздігінен соны істеп көруі мүмкін деген сияқты нәрселерге қауіптеніп, бұл жерде толық айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де бұл нәрсе мына аттың бойындағы энергия дейді ғой. Жалпы адамның бойындағы қызудан 2 градусқа жоғары дейді ол нәрсе. Одан кейінгі мына арқасындағы, омыртқасының тұсындағы барлық жаңағы орналасқан сүйектердің барлығы ат қимылдап, соның үстінде отырған адамның мына 8 көздің бойындағы барлық тамырлардың барлығын қозғап, іске қосу арқылы сондай азғандай көмектері болады. Сол арқылы мына мүмкіндігі шектеулі балалардың толықтай емдемесек те, азғантай ата-анасына сәлде болса бұл тамақ ұстап жей алмайтын болса, тамақ ұстап жеуі мүмкін. Дәретханаға бара алмайтын болса, өздігінен сол баруы мүмкін деген сияқты азды көпті септігін тигізетін жақсы осындай иппотерапияның осындай мүмкіндіктері бар. Соны оқып, жаңағындай өзіміз азғантай үйреніп келгенбіз. Барып, ол жерде тәжірибені де өттік біздер. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әкеліп, өзіміз соған отырғыздық. Қалай ұстап жүреміз, неше адам жүреді, қалай болады, оған қандай условия керек деген сияқты, келген сол ана балдардың ата-анасымен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты мәліметтерді оқып үйрендік сол жерде. Рахмет. Енді дәрігер маманның ойын білейік осы иппотерапияға байланысты. Бұл қаншалықты дәлелденген, қандай пайдасы бар? Саламатсыз ба Жаңаөзен тұрғындары. Енді жаңа айтып жатқан жаңалықтарға өте қуаныштымыз. Жаңа айтқандай, біздің қаламызда балалар сал ауруымен есепте тұратын баланың саны өте көп десек те болады. 700-800 бүткіл қала бойынша, және осы қаланың айналасындағы елді мекендерді қосып санағанда. Менің өзім Жаңаөзен қалалық 2-ші емханада жұмыс жасаймын. Сол жерде 200-дің үстінде бала бар, менде есепте тұратын ересектерді қоспағанда. Енді бізде жаңа туылған нәрестеден 16 жасқа дейін есепке аламыз. Енді балалар сал ауруы деген диагноз қойылғаннан кейін, ол балалар бізде непрерывно дейді ғой, тоқтатпай ЛФК массажын алып, реабилитациялық емді қабылдап жүру керек. Оған бізде республика бойынша 2 қана реабилитациялық орталық бар, біреуі Астанада, біреуі Алматы қаласында, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында. Ол жерге есепке тұрғаннан кейін біздің жалғыз өзі Жаңаөзеннің өзінде 600-800 баладай болғасын, енді Маңғыстау бойынша бізде бір жерде ғана есеп алатын облыстық балалар ауруханасында стат отдел бар. Сол жерде очередьқа тіркеледі, бірақ өте көп күтеді. Ата-аналардың енді келіп жазылып келгеннен кейін 2 жыл, 3 жылдан астам очередьте тұрады. Кейде болып қалады, біреулер денсаулық жағдайына қарай енді ол жерге реабилитация емді алатын жағдайда бару керек қой бала. Кей кезде енді оқыстан грипптеп қалу, тағы бір салқындап қалу болған кезде ғана очередьке қарамай кететін шығар, балайда очередьпен кетеді. Енді мына біздің қаламызда осындай ашылып жатырғаны өте жақсы. Сол жаққа барғанда да алатын сол ЛФК массаж, иппотерапия ол жерде 2 қалада да бар. Өзім барып көргем, қатысып көргем. Енді 24 күннің ішінде ем алып келеді. Бірақ жаңағы айтқандай 3-4 жылда бір рет десек те болады. Маңғыстау облысында бізде нейронда ғана ашылды, реабилитацияны бесплатно балалардың баратын, ақысыз барып емделетін. Енді Жаңаөзен қаласында да ашылады деген не болып жатыр, енді уақытына қарай көреміз. Енді осылай ашылып жатса, қаламызда болып жатса, осында балалар барып, енді қалауынша, мысалы үшін 10 күн алса да, жылына 2 рет, 3 рет алатын жағдайда болатын шығар. Өте жақсы, мен қуаныштымын. 700-ге жуықты жаңағы жалпы қаламыздағы балалардың саны, сіздің учаскеңізде 200 екен. 200-ден астам. 200-ден астам болғанда, осылардың барлығының диагнозы әртүрлі қойын, барлығына да келе беремін. Енді балалар сал ауруының өзі 3-4 түрі бар ғой. Атонико-статикалық түрі бар, спастикалық түрі бар, гипертенез деген түрі бар. Бәрінде де баланың дамуы, моторикасы қалыс қалады. Бала уақытында отыра алмайды,
уақытында жүре алмайды, аяқ қолын дұрыс қимылдата алмайды. Даже бір арасында сондай балдар бар, өздері тамақты өздігінен шайнап жей алмайтын балдар бар. Енді жаңа ипотерапия деп айтып отырған себебі ол дұрыс. Сегіз көзден омыртқа арқылы бастан сигнал келмегеннен кейін балаға негізі балалар сал ауруы мидан балаға извне сыртқа сигнал келмегеннен аяқ қол тартылады, или болмаса бос жатады. Енді мидан центральный келмегеннен кейін сырттан извне дейді ғой, периферический жаңағы ЛФК массаж арқылы қол аяқты кішкене іске қосып 100% емделіп кетпесе де өмірге бейімделуіне септігін тигізеді. Жалпы ЛФК массаждың, ипотерапияның, жалпы реабилитацияның өзінің несі сол. Әсері бар. Әсері сол. Қанша ертерек бастаса, сонша жақсы. Енді бұл ипотерапияға дейін бұл қызметті енді сірә атқарды ғой. Массаждаушыларымыз атқарды. Ол ипотерапияға дейін әрі оңайлау деп. Сондықтан енді осы ипотерапия маманын әрі оқып келген екен, әрі бұрында сол саламен шұғылданған массаждаушымен. Сондықтан енді Назгүл Леонидқызын тыңдайық. Рахмет, кеш жарық, құрметті жаңғызендіктер, сөз бергеніңізге рахмет. Енді массаж деген әрине массаж десем, бірақ дәл айтқандай сал ауруымен ауыратын балдарға массаж жасап көрген жоқпын. Қарапайым жай өзіне керек ата-аналар өздеріне келіп массаждарын алып жатады. Баламның аяғы ауыратын еді, түнде дұрыс ұйықтай алмайтын еді деп айтқан кезде оларға мен массаж жасаймын. Былай пока дәл айтқандай ауырып келген балаларға пока массаж болашақта жасаймыз деп ойлаймыз. Сол ипотерапия арқылы, жаңағыдай мына кісі айтқандай, дәрігер айтқандай, солай массаж жасаймыз деп ойлаймыз. Сіздердікімен байланысы қалай мысалы, массажист пен ипотерапияның? Мен оларды цпмен әлі бастап көрген жоқпын. Қарапайым дені сау адамдарға массаж жасаймыз. Кішкентай балаларына жаңағы тыныш ұйықтай алмайды, кейде ауырып қалады, олар жылайды деген сияқты, сол кезде ғана массаж жасаймын. Дәл қазір бастаған жоқпыз, болашақта бастаймыз деп отырмыз. Рахмет. Орынбасар аға, енді қайдан бастап жатсыздар, қандай мүмкіндіктер бар? Мен айтып кетейін, дәрігер Тахировна, Фатима Тахировна айтты ғой, ол жаңағындай деп, Сағындық айтып жатыр, барлық омыртқадан, бірақ синергия бейімдеу. Бұл енді тіке бәрін жазылып кету, 100%, 100% жайылып кету, бірақ сол бейімдеу. Манағы тамақ іше алмайтын балдар, ол біз естіген бәрін айтып жатқанда солай практикада болған. Негізі коляскамен жүрген, келетін, тұра алмайтын балдар осы аттың арқасында тұрып кеткендері бар. Тұрғанда жүріп та өз атқа мініп, енді сол жалғасып жылдар өткен сайын, ол бір жылда бола қоймайды зат, ол жақ емделу керек. Бірнеше жылдардан кейін қазір мысалы паралимпийский вид спорт деген бар. Паралимпийский мүмкіндігі шектеулі адам. Солардың конный спортқа мына ақты неден өскеменнен біз бүкіл Қазақстан бойынша 16 адам шыққанда, ал солар келгенде жаңағындай кәдімгі нетіп келген, жаңағындай ондай жағдайға келмеген да, бірақ жылдар өткеннен кейін кәдімгі өзі бейімделіп, атқа отырып, енді атқа отырғаннан кейін олар адамдарды кәдімгі сау адам деп айтуға болады. Сосын айтып жатыр, массаж туралы кетіп жатыр. Мына Назгүл деген қарындасымыз массаж жасап жүрген. Мен де сосын әдейі осы кісілермен сөйлесіп қарттырғанмын. Сосын мына көбіне ипотерапияға ер адамнан гөрі әйел адам кішкене ыңғайлы болады да. Балаға кішкене аналық мейірім болады, әйел адам өзі кішкене мейірімді болады ғой. Еркек адам грубыйлау кішкене. Сондықтан осы көбіне мен қыздарды, біз әйел адамдар жинағанмын енді. Әлі де бұның жалғасын табады деп ойлаймын. Тағы да енді бұл адамдар аз қазіргі. Қазір енді 700-800 деген общий бәрін есептесе сол қарайған адам ғой, жоқ емес бар. Соның барлығын емдеу бәрі мүмкін емес, соның барлығын ипотерапияға отырғыза алмаймыз затқа. Барлығын согласовать етеміз осы доғдарлармен, барлық документ история болезнін тексеріп, мыналар болады, мынау болмайды деген сияқты. Сондықтан содан кейін барып, осы Құландыда өзіңіз білесіңіз, бүкіл қала біледі. 18 жылдан бері ипподромды алдық, енді соған реттеп жатырық, соған ипотерапия. Теңіздің құмын төгуім керек, чтобы жұмсақ болу. Аттың аяғына да жұмсақ болу керек, тұқайына. Сосын балдардың жүргенде де ат мысалы нагрузка түспеу керек. Әртүрлі жағдай ғой. Тек ол тек ДЦП балдар ипотерапия емес, басқа былай атпен жүретін жас балдар қаладан келеді, мектеп балдары келеді, соларға да мінуге сондай да жұмсақ болсын деп. Сосын айналасын қоршап. Ал енді сосын массажист деген себеп өзім ойымда бар. Енді бұйыртса осы оқыған балдарды, кешегі алдында оқып кеткен Тимур деген балаға хабарласып жүр, Ален Самат деген балдар, осыларды массажға да жіберіп алу керек та, ойлаймын өзім. Комплексный емдеу. Сосын мысалы жаңа 3 жылда бір рет барады деп отырсыз ғой, 2 жыл
3 жылда өшірте келсе деп. Ал мына жерде 12 километр жер мынау біздің құланды. Өкімет тарапынан қолдау көріп атса, көмектесіп атса, үкімет мысалы адамдар жұмысына мысалы қаражатын бөліп, аттарды мысалы он жылқы аттардың мысалы жем шөбі бар, суы бар, сол қызмет жасайтын адамдар мына ипотерапия реабилитологтан басқа конюх болады, ат жетектейтін адамдар болады. 3 адам, бір атқа 3 адам керек. 2 адам 2 жағында, сосын конюх жетектеу бір балаға. Бір бала жарты сағаттан көп аттың үстіне мінуге болмайды. Сол біздің ең болашақта сол ойым, сол массажды да бірге жүргізіп, атқа мінгізіп, массаж, сосын мысалы мына бізде не бар ғой, бассейн. Сол бассейнге аптасына 1 рет барса комплексінде болады да, ол енді результат жақсы болуы мүмкін. Тек жалғыз Кім жүйелеп қойылады мысалы, мынадан кейін мынаны қолдануға болады? Оны жағы Елена Черникова мен ақылдасып отыр, мен қалай болады дегенде. Сосын мінекей ол 3 жылда 2 жылда бір барып керек емес. Бізге мысалы күнде емес, мысалы аптасына 2 рет. Енді баланың саны көбейгеннен кейін мысалы күнде мысалы 8 баладан артық атқа мінгізе алмайды адамдар. Әбетке дейін 4-еу мысалы жарты сағаттан, ол тек келген бойда мінгізбейді. Оны танысу, жылқымен әркім қорқады ғой мысалы. Сосын аттың алдынан келмейді жылқының басын. Әртүрлі балдар қорқып кетеді. Содан қапталынан келеді. Өздерінің методикасы бар енді. Сосын ол адамдар емдегенге дейін, сосын түс қайта 4 бала. Сонда күніне 8 бала. Ал соны емдеп жүргенде жылқылар 2 жыл, 3 жылдан кейін мана ипотерапияда жүрген ат жағын соқпа. Себебі бүкіл баланың энергетика, жаман керексіз энергетикасын, жаман ауру несін өзіне тартып алады екен ғой. Жылқының қасиеті қандай. Ата-бабаларымыз соны білген ғой енді. Соны ойлап біз енді немқұрайлы қарамайық. Осы қасымызда жүр ғой адамдар. Олар да біздің Қазақстанның азаматы, көру керек өмірдің қызығын. Сосын ана, біз енді бәріміз анадан тудық қой енді. Сол ананың аяқ қол сау балдардың өзін қараудың өзі қандай қиын мысалы. Ананы жерде күні-түні ата-ана отыр, соның ішінде ана отыр да мысалы. Енді соның барлығы біздің Маңғыстаудың желін білесіңіз. Шаң сезон, мысалы бәйгенің сезоны біздің ұлттық спортта 5 ай тек. Қалған 7 айда біз мертвый сезон дейді. Кеше 3 жылдан бері соны өткенде Тоғжановтың кезінде, Айдарбайдың кезінде бері айтып жатыр, Тоғжановтың кезінде айтып жатыр. Бізге осы ипподром керек Маңғыстауда. Енді басқа құланнан басқа ипподром жоқ. Сол ипподромға енді мынандай ипотерапияны қолдап, үкімет өздігінен қолдап қаржы бөліп жатса, соған немқұрайлы қарамай оларды араласып жатса, мысалда ол нұр үстіне нұр болады білсем. Ал оларды емдету үшін күнделікті круглосут жыл бойда, жыл бойы оған крытый манеж керек. Жабық. Чтоб желде де, жаңбырда да, аязда да сол манеждің ішінде болу керек. Сол үшін күресіп жүріп білмеймін. Бұйырса көреміз қалай болатынын. Енді осыған қазір араласып отырған осы қаламыздағы осы немқұрайлы қарамайтын ұлттық спортқа, халықтың осындай жағдайына қарамайтын мұқтажына інілеріміз бар, ағаларымыз бар, мысалы қол ұшын беріп осыған құттықтап жүрген. Мысалы депутатымыз мысалы Тимур Мұсаев, кім бар, Қалдаман Шенбай деген ініміз бар. Осы бүгінде осы неге келу керек еді, бірақ қазір жеке приемда отыр дейді, Нұр Отанда. Сосын кім Жаңбырбай Дәрменов деген ағаларымыз осы қол ұшын беріп қолдап келе жатыр. Енді соған осы кісілердің әкіміміз, енді өзіміздің арамыздан шыққан Ибағаров Мақсат Оңғарбайұлы мұнайшы ғой енді. Ол кісі де ипподромға өте жақсы біледі жағдайын. Сондықтан ол кісілер қолға алып осыны көмектесіп жатса, ангар сияқты жабық не салып беру дым емес та үкіметке. Бірақ оның пайдасы несі игі істе мақсаты орасан зор. Алланың алдында кішкентай болса да сауапқа әрқайсы осыған қол ұшын берген адам қалыс қалмайды деп ойлаймын. Енді спорт бөлімі бұл бір жағынан ұлттық спортты дамыту болса, екінші жағынан сіздерге де бүтін емес қой енді. Ұлттық спорт болғаннан кейін хабарларыңыз бар ма? Жалпы жаңағы бассейн керек деп жатыр мысалы. Сіздерге қарасты ғой енді спорт мектептері. Иә, әрине, біз Орекеңмен, ат спорт федерациясымен біз көптеген жылдардан бері бірге жұмыс атқарып келеміз. Қаламызда болып жатқан барлық жарыстар, шаралар,
барлығында да қолдау көрсетіп, барлығында да бірге жұмыс атқарудамыз. Мына Орекеңнің айтып отқан сөздерінің барлығы әсерлі сөздер айтып отыр. Жеке өз басыма мен қолдаймын. Айтады ғой мына ана туралы жаңа айтып отыр, қайбір ана өзінің баласын ауырғанын қалайды деп, сол сияқты. Әрине ол мысалы бізде мына манеж салу және барлығын істеу ол болашақта ол жоспарлануда. Ол енді Орекеңнің өзінің бір жаңа дайындап жүрген бір 5-6 аты бар, жаңағындай иппотерапияға арналған. Енді болашақта оның барлығы болады деген ойдамыз. Бассейндерді жұмыс жасауға болады ғой осы бағыттарда. Болады, оның барлығы уақытымен қарайды ғой. Енді осыған қажетті жылқы ғой негізден. Оқып келген мамандар бар. Енді манежге дейін де жылқы да керек шығар сіздерге. Жылқы қазір бүгін таңда енді қазір аттың да негізі ат дейді ғой, оны ақталған дейді. Айғыр болмайды, бие болмайды, ақталған ат болу керек. Ол ат әбден мінілген, соған бейімделу керек та, шошымау керек, ешқандай бір оқыс қимыл жасамау керек сондай. Сосын қазір енді онда 2 атымыз бар. Қалған аттар 1-2 бәйгенің аты, сосын тайларды ертең бұйырса осы иппотерапия қолданайын деп өскесін. Бірақ негізі үлкен аттар керек. 9, 10, 12-ге. Енді бұйыртса Құдай қаласа осы 2-3 күндікте осы тағы да 3 ат, жаңа ақталған ат келу керек. Сонда енді бастап кетеміз ғой деп ойлаймын. Бірақ енді қазір ауа райын қыстың көзі қырауда дейді. Қазір енді қиындау. Бірақ қазір соны жаңа болатын жерін, өтетін жерін, балдар келіп отыратын орын, жерлерде отыратын демал, ата-ана келіп отыратын, демал отыратын. Енді бұл іске асып, егер қолдау топ кәдімгідей манеж салынып жатса, ол нұр үстіне нұр болады деп айтып отырмын, өте тамаша болады. Бүкіл жастар, қаланың жастары тіпті мына ипподромға бару керек қой. Негізгі денсаулық аттың үстінде. Біз аттан түсіп қалғанның қазақпызға ез бұл. Аттың үстіндегі адам ермелейді, көру келеді да. Енді ипподром бар, міне қала халқына да бұл айтайын деп отқан, пожалуйста, келіңіздер. Демалыс суббота воскресенье келіңіздер, балдарыңызбен келіңіздер деп. Бірақ оның барлығына да бір қазғантай қызмет жасау керек қой. Сондықтан сол қызмет үстіндеміз. Қазір енді общепит не дейді ғой, тамақ беретін орын. Специальный бір орнымыз да бар жаңағы. Столовый сияқты, ішіне мысалы тамақ пісіріп, бұрын болған. Осының барлығын ағаларымыз кезінде 2004-2005-те Құрманбай Мұрат Избергенұлы бастап соны ипподром салып кеткен. Ол кезде енді ат шабар болған. Енді мына ипподром, мына иппотерапия басталды. Маңғыстауда жоқ бұндай ипподром, еш жерде жоқ. Тек осы Құландыда, ода өзенге қаратып алдық мысалы. Қаланың жыл сайын 9-10 мерекесі өткенде өзіңіз көріп телевидение келіп жүр ғой енді. 4-5 мың халыққа дейін көтеріледі. Және кілең ер адамдар, бала емес, әйел адамдар, әжелеріміз келеді ол. Соның барлығы бойымызда, қанымызда сол ұлтқа, атқа деген, жылқыға деген осы сүйіспеншілік бар, содан шыға алмайды адам. Ал енді осы иппотерапияның пайдасын біле тұра, көре тұра біз жаңағы маған консультация етіп кетті. Өйткені ешкім ештеңені жасыра емес. Шорып жатқан мына әлемде мына техника көп. Қазір жолдан өтудің өзі, қазір пешеходта өтпесең, былай өту бұрын қиын, бұрын өте береді. Қазір қарайған сабылыс машина 2-ның бірінде ДТП болып жатыр, авария болып жатыр да, мысалы төсекке тағылып қалған адамдар бар. Ал бір несі тағы мына иппотерапия, инсульт алып, инфаркт алған адамдар, жаңағы жүректеріне инсульт алады ғой. Сосын бір жағы істемей қалады, парализован. Сол жігіттерді, сол адамдарды да, үлкен адамдарды атқа мініп результат көрсетіп жатқандар бар. Енді оны қазір мына осы курсты оқып, көбі толық меңгерген осы арамда сағындық бар. Енді мына Мейрамгүл мен Назгүлдер оқып келді. Енді бәріміз сөйлей бергеннен бір тема ғой айтып жатқаным деп жатқан. Бізге енді қала басшыларынан, тіпті облыс басшыларына мен айтайын деп жатқаным, сұрайтыным, бізге кәдімгі осы қолдау керек. Қолдау керек болғанда жаңағы манеж салып берсе, манеж. Біздер мысалы адамдарды оқытып, соны нетсек, кеше мына қаламыздағы осы мүмкіндігі шектеулі балдарды бейімдеуге біз дайынбыз. Бұл тек өзеннің ғана жаңа 800 баласы. Ал Маңғыстауда қаншама ауыл бар, қаншама қала бар мысалда, аудандарда. Оның бәрін қосса ол мүмкін емес та. Сондықтан бұл керек зат деп айтамын. Иппотерапия өте керек зат. Сосын жаңа тағы да өзінің бір қыр-сырлары бар, қызықты бір моменттері бар. Соны мына сағындық
айтсын дегім келіп отыр. Бұл Сағындық деген ініміз, бұл жаңағы Құран жаттаған бала, қари бала. Бұда өзігінен келіп айтқаннан соны көріп, осы қолданып нетіп жүріп, өзі де атқанын үйреніп кішкентайынан жүрген ғой. Анда барғанда өте басқа күйде бөліндім деп отыр да енді. Себебі оның пайдасы зор екенін біліп отыр. Бұл тек жаңағы Құран оқып, хадис оқып, жаңағы дұға оқып не емес, мына ипотека жылқының пайдасының зор екенін өзі екеуміз сөйлескенде де айтады. Саған керек зат. Бұл жерде енді сіздер тек жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі балдармен емес, жалпы қала тұрғындарымен де жұмыс жасай бересіздер ғой, қызығушылық танытқан. Өзіңіз де келсеңіз болады. Суббота мына телевидениеда күнде осы 5 күнде жүресіз ғой, әрбір салып. Суббота воскресенье бала-шағаңызбен келдіңіз де, әнекей атқа мініңіз де. Жолдасыңыз баласымен андай игровой үйде отырсын мысалы. Сағындық айтып ғой. Енді жаңа ағамыз біраз нәрселер айтты, жеткізді. Енді тағы да азғандай қосып кететін жерлеріміз бар. Жалпы негізінде енді бұл нәрсеге мына ағамыздың қасында жүріп, осы ағамыздың осындай алға қойған мына мақсаттарына бізде қызығып, осындай азғандай да болса мына елге, жерге, осындай мына өзіміздің қандас бауырларымызға пайдамыз тисе екен деген ниетпен осы іске кіріскенбіз. Енді бұл нәрсеге енді айта берсек мысалдар көп, дегенмен енді біреуін айта кетейін. Мына кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына намазға кешігіп, артынан Омар деген сахабасы іздеп келіпті, қайда екен пайғамбарымыз деп. Сөйтсе келсе анандай жерде пайғамбарымыз бір баланың астында жаңағы түйесі болып сол баланы ойнатып жүр екен. Содан келеді де жаңағы пайғамбарымызды намазға шақырса, пайғамбарымыз үндемейді, тіл қатпайды дейді жаңағы кісіге. Содан бір кезде баламен сөйлеседі. Не істеп жүрсің дейді, мен ойнап жүрмін дейді. Мынау астындағы не дейді, астындағы түйем дейді. Ендеше мен түйеңді сен маған сатасың ба дейді. Сатам дейді. Қанша ақшаға? Осындай ақшаға сатам дейді. Сосын сол ақшасын беріп, пайғамбарымыз сатып алды дейді жаңағы жерде. Жаңағы жерден тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа Омарға айтты дейді, ей Омар, егер де сен мені жаңағы жерде сатып алмағанда, мен өмір бойы мына балаға қызмет қылып түйесі болатын едім деп. Сөйтсе жаңағы баланың сол жағындай мүмкіндік шектеулі, жағдайы жоқ бала екен. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана құлшылық қылуға емес, осындай айналадағы адамдарға жақсылық қылуға, көмектесуге шақырған. Сол себепті бізде енді азғантай осындай балаларға азды көпті пайдамыз тисе, көмегіміз тисе, бұл енді нұр үстіне нұр болады деген ойдамыз. Енді жаңа ағамыздың айтқан былай қарапайым халықтың да келіп мінуіне болады деп отыр ғой жаңағы енді. Сосын инсульт алған, паралич алған адамдарға енді ол азды көпті ақпарат бере кетсек, бұл жерде жаңағы манағы аттың үстіне отырған кезде мына бойдағы бүткіл тамырлардың бәрін жібітеді дедік қой. Сол жібіткен кезде адамның бойында мына мышечный память дейді ғой, сондай болады екен. Сол реакцияны іске қосып жіберу керек бұл жерде. Мақсат сол. Аттың үстіне жатқан кезде ат оқыс қимылдап басын бұрып қалған кезде, мана адамның бойы жібіп тұрған кезде, ана атқа қайтадан жабысам деген сияқты істемейтін жағы қозғалып кетуі мүмкін. Немесе өзі икемден тартып қалуы мүмкін денесін. Сол нәрсе арқылы мына көмегін тигізеді екен. Бұл жаңағы жерден оқып білгеніміз. Сол себепті былай енді денсаулығы сау адам болса да, ол жерге келіп мініп тұратын болса, бұрыннан біз атпен байланысымыз бар халықпыз. Сол себепті былай денсаулығында ақау жоқ адам болса да, азды көпті Жаңаөзен қаласында жаңағы ипподромға келіп, ол бала шағасымен келсін, достарымен келсін, отбасымен келсін, кіммен келсе де сол жерге келіп, азғантай атқа мініп, егер сол жерге мүмкіндік жасалып жатса, қымызын, шұбатын ішіп дегендей, бір қазақылықты еске түсіріп, жаңағы жерде этно ауылдардың ішінде келіп демалып кетуге болады. Осындай азды көпті ақпарат. Менде ана болғасын, осы нені көп ой туындып, осы ойланып, менде оқып келейін, менде көмегім тисін деп, сол оқуға менде үлесімді қосып барып келдім. Алла бұйырса, өстіп менде көмек көрсеткім келеді. Сосын енді бұйырса, енді оқытамын деді, енді массажын оқып келсек, бұйырса қосымша массажыны жасап, сол көмегіміз тиерме деп сол үміттеміз. Өткен жыл осыны естіп, бізде қаламызда мұнайшы қызымыз бар, өзіміздің қарындасымыз, Айтешева Күнсұлу деген. Соны естіп, мынандай болатын болса деп, өзі атынан как раз 9 майда ма, соны әкеліп мына иппотерапияға деп өзінің бір атын белдеуге байлап кеттім деп айтқан. Сол кім Күнсұлу кеше ипподромға келіп, соның жағдайын қарап жүрді, енді соларды біліп, қашан бастайсыңдар деп. Негізі осы мұнайшыларымыздан ғой, біз өзен мұнайгаз, енді қазір өзіміздің мұнайшылардың қолдауы бүгін таңға дейін көрсетіп жатқан. Мысалы қазір енді кішкентайында бірге осы сал бір кісіге салада өскен Өтеев, Есен оғланұлы мысалы қол ұшын беріп жатыр. Енді Ибағарып қала әкімі болып жатырған. Сондықтан мен ойлаймын, біздің мына бастамамыз
көп ұзаққа сыйырып қиымшақтарды неше 3 жылдан бері қарсап келе жатыр ғой. Биыл осы келесі жылы алдымызда 2020 жылы іске асады ғой деп ойлаймын мен. Рахмет, айтқан әңгімелеріңізге рахмет, ойларыңыз іске аса берсін. Халқымызға пайдасы тиіп, мынау мүмкіндігі шектеулі жандардың аяқ басып кетуіне септігі тие берсін. Ал мына қаламыздың жомарт азаматтарын осы ат федерациясының бастамасын қолдауға шақырамыз. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше.